Жалпы ең қорқынышты фильмдердің бірі ол жаны зұлымдыққа толы қуыршақтар туралы фильмдер. Былай қарағанда сүйкімді балалар ойыншығы ешкімге зияны жоқ болып көрініп, аяқ асты жаман кейіпкерге айналып, зиянын тигізіп жататын кинолардан көріп жүрміз. Ал бүгінгі баяндайтын оқиға шынайы өмірде болған жан түршігерлік оқиға. Жапония мемлекетіндегі Хоккайдо аралындағы Маненжи ғибадатханасында тылсым қуыршақты ондаған жылдар бойы ұстап келеді. Бір кездері ол қуыршақ кішкентай қызға тиесілі болған. Көбі ол қыз қайтыс болғаннан кейін оның рухы сүйікті қуыршағына ауысты деп санайды. 3 жасар кішкентай қыздың есімі Кикоко болатын. Ол қуыршағын Океко деп атады. Оған қуыршақты ағасы сыйлаған болатын. Қуыршақ өте әдемі, үстінде кимоносы бар, шашы қысқа болатын. Океко атты қуыршақ қыздың ең сүйікті ойыншығына айналды. Қайда жүрсе де қуыршағын тастамай, үнемі жанында ұстап жүретін болған. Алайда қыз 4 жасында қатты суық тиіп, ауру ұзаққа созылып қайтыс болады. Кикоконың ата-анасы қыздарынан қалған естелік ретінде қуыршақты өздеріне қалдырады. Қыздарына арнап дұға оқи бастағанда, артынан тылсым бір түрлі нәрселерді байқайды. Жалпы қуыршақтың шашы иегіне дейін ғана болады, ал аяқ асты Океко қуыршақтың шашына жан бітіп, ұзарып өсе берді. Бұны байқаған қыздың ата-анасы қыздарының рухы қуыршаққа енді деп санайды. Уақыт өте келе қыздың ата-анасы жаңа жұмыс іздеп басқа елге көшеді. Ал қуыршақты өз туған елдерінде қалдыруға шешім қабылдап, 1938 жылы Маненжи ғибадатханасына қалдырады. Осы уақытқа дейін ол ғибадатханада қуыршақ әлі күнге дейін сақталып тұр. Бұл қуыршақтың оқиғасын естіген туристер өз көздерімен көру үшін осы ғибадатханаға арнайы келеді екен. Бірақ бұл қуыршақтың фотосуретін түсіруге тыйым салынған. Ал адамдар соған қарамастан фотосуреттерін әлеуметтік желіге таратып үлгерді. Бүгінде Океко қуыршақтың шашы тізеге дейін ұзын. Олар қазірдің өзінде өсуде. Ғибадатхананың қызметшілері Океконың шашын қиып қысқартып отырады екен. Бұл тылсым қуыршақты сараптамаға да тапсырады. Ең қызығы, сарапшылар Океконың шашы адам сияқты шынайы екені расталды. Бірақ тылсым жағдайлар мұнымен бітпеді. Бірнеше жыл бұрын Океко қуыршақ аузын аша бастағанын байқады. Естімеген елде көптеген осы болар. Қазақша каналды қолдап, арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Оқиға ұнаса, лайк басып өтіңіздер. Өміріңізде болған тылсым оқиғалармен комментарийде бөлісе отырсаңыздар болады. Алда тағы тың оқиғалармен бөлісетін боламын.